7-12 жас. Үлкен әлемге қадам басу. Бұл уақытта бала үшін білім алу кезеңі басталады. Балалар көп уақытын сабаққа арнайды. Сонымен қатар, қоршаған ортаны зерттеу де жаңа деңгейге көтеріледі. Бала өз денесімен, заттармен тәжірибе жасап, сынай бастайды. 10 жасар бала процеске жан тәнімен беріледі. Сағаттап жаңа бір нәрсе үйренеді. Әртүрлі нәрсеге қызығушылығы ауып отырады. Бүгін бокс болса, ертең астрономия, сосын тоқу, келесі айда робот жасау, тағы сондай. Бір істі бастап, басқасына секіреді. Ересектер бұл қылықты түсінбей, баланы сөгуге тырысады. Болашақ үшін бір бағытты таңдауға талап қояды. Ересектер оқуды келешекке инвестиция ретінде қарайды. Ал бала үшін жаңа нәрсені меңгеру ойын сияқты құнды процесс. Ол болашаққа керек болады деп ізденбейді. Ол түсіну үшін, жасап көру үшін, білу үшін ізденеді. Отбасы қорған ретінде қабылданады. Бала ата-анасын жақсы көреді, бірақ бар өмірін олармен байланыстырмайды. Бұл бауыр басу мықты болған жағдайда көрінеді. Бұл кезең ата-ана мен бала үшін тыныш өтеді. Бала өз-өзін алып жүре алатындай есейсе де, балалық қылықтары әлі қалады. Ұстаз ұлағаты. Көптеген ата-аналар мектеп болмаса баламыз жап-жақсы боп жүреді дейді. Бала жаңа білімге құмар болады, ал мектеп сол білімді береді. Бірақ бала мектепке еш құлшыныссыз барады. Әр 90 басталысымен баланың көңіл-күйі неге түседі? Бәрі жақсы болса, 7 жаста бауыр басу бағдарламасы мықты орнайды. Осы кезде ата-ана мен қарым-қатынас екінші орынға түсіп, орнына ұстаз келуі керек. Ұстаз нағыз білімді беретін, өмір сүруді үйрететін абыройлы тұлға. Ұстаз да ана мен бала бейнесі сияқты мықты архетип. Оның бейнесі аңыз әңгімелерде кездеседі. Мысалы, Король Артур фильмі мен Кунг-фу Панда мультфильмінде ұстаздың қарамағы астында есею процесі көрсетіледі. Жануарларға қарағанда адам көп нәрсені үйренуі керек. Оқу бөлек маңызды іс-әрекет ретінде қажет. Бұл кезде ұстаздың рөлі маңызды, себебі ата-ана оған баласын сеніп тапсырады. Ұстаз балалықтан ересек өмірге апаратын жол серік іспеттес. Ұстаз бен баланың қарым-қатынасы да бауыр басуға негізделеді. Ата-ана мен байланыс шартсыз махаббат пен толық қабылдаудан құралады. Олардың махаббаты балаға өмірлік күш-қуат беріп, дамуын жігерлендіреді. Бірақ ересек болу үшін ата-ананың махаббаты жеткіліксіз. Себебі бала сәтсіздіктерге тап болып, түрлі мәселелерді шешіп көріп, өмірлік тәжірибе жинауы керек. Сондықтан балаға талап қойып, оны шынайы сынайтын адам қажет. Бала ұстазына өз күшін, қабілетін көрсетіп, дәлелдеген сайын шыңдалады. Нағыз ұстаз супермен сияқты болады. Ол баланы қызықтырады, таң қалдырады. Архетиптік ұстаз көпті көрген данагөй, биік белестерді бағындырған батыр. Ол баланы сынаумен қатар көмектеседі, ақыл айтады, жігер береді. Өкінішке орай мектеп мұғалімдерін нағыз ұстаз болуға дайындамайды. Олар өз пәнін үйрете алатын білім беру жүйесі деген үлкен машинаның бір құрылғысы ғана. Кейбір мұғалімдер сыныбына риза болмай, шағымдана береді. Өте қиын балалардың кесірінен қиналып жүргенін айтып, олармен дұрыс қарым-қатынас құра алмайды. Бұндай мұғалімді балалар тыңдамайды да, сыйламайды да. Ал кейбір мұғалімдер басқарушы рөлін атқарады да, қамқорлық туралы ұмытады. Толық бағынуды талап етеді. Баланың өз көзқарасын білдіруіне мүмкіндік бермейді. Баланың балалығын көтере алмайды. Мықты архетип ұстаз өз бағасын біле алатын ересек тұлға. Ол өте батыл, креатив, шыншыл, әділ болады. Өз ісін жақсы көріп, оқушыларға сүйеніш бола алады. Ұстаз рөлін атқара алмаған мұғалім жауапкершілікті ата-анаға жүктеуі мүмкін. Баланың сабағын тексеруді талап етіп, ата-ананы балаға қысым жасауға итермелейді. Осындай жағдайда ата-аналар мұғалімді жақтауға тырысады, себебі олар баласының болашағы үшін уайымдайды. Мұғалімнің айтқанын істейді, баланың үй тапсырмасын қадағалап, сабақ түсіндіреді, қысым көрсетіп ұрсады. Бала бұл жағдайды қиын қабылдайды. Ұстазсыз қалғаны аздай, ата-анасы да қолдаудың орнына айқайлап, балаға ашуланады. Бұл жағдай шиеленіссе, үйдің берекесі кетеді. Барлық назар сабағында болып, баланың өзі ескерілмей қалады. Күнделікті айқай-шудың кесірінен ата-ана мен бала арасындағы бауыр басу байланысы әлсірейді. Осыдан ата-ана баланың сабағына көмектеспеу керек пе деген сұрақ туындайды. Көмектесуге болады. Бұл жерде шынайы көмектесу мағынасында айтылған. Бала сізден көмек сұраса ғана, оның сабағына араласасыз. Бір күнде білім жүйесін өзгерте алмаймыз, бірақ балаға ұстаз бола алатындай мұғалімді таңдай аламыз. Бала үшін үлгі болар беделді адамы болғаны маңызды. Бұндай ұстаз мектептен табылмаса, қосымша секциялардан іздеуге болады. Ата-ана әрқашан қамқоршы рөлінде болуы керек. Қажет кезде баланы жұбатып, көмек қолын созып,
түсінетін, қабылдайтын болғаны жөн. Бұл қажеттілік орындалмай, ата-анасы балаға көңіл аудармаса, бала күйзеліске түседі, сабағы нашарлап, ойы шашыраңқы болады. Ұзақ жолға дайындық. Бала балалықтан жасөспірімдік кезеңге қадам басайын деп жатыр. Бауыр басу байланысы толық орнатылды деуге болады. Артқа қарасақ, баланың әр дағдарыстан өткенде белгілі бір деңгейге көтерілгенін, дамығанын көреміз. Бала бір қиындыққа тап болғанда, ата-анасының құшағына келіп, психологиялық құрсаққа оралуға мұқтаж болады. Яғни бөпе күйіне түсіп, қамқорлықты сезінгісі келеді. Күйзеліс қиын болған сайын, бала артқа қадам жасап, қамқорлық пен қауіпсіздікті қаттырақ қажет етеді. Психологияда бұны регрессия дейді. Бала түрлі кезеңдерден өткенде, кейде артқа оралып күш жинайды. Келесі деңгейге жаңа біліммен өтеді. 12-15 жас. Жасөспірім кезеңі. Эрик Эриксон деген психолог баланың жас кезеңдерін зерттеген. Ол баланы акробат сияқты балалықтан ересек өмірге секіріп өтуі керектігін айтқан. Шынымен де, бұл уақытта көптеген өзгерістер болады. Баланың бойы, денесі, дауысы, мінезі өзгереді. Бала лезде өсіп кетеді. Бұл кезеңде аурулар асқынып, жасөспірім тез шаршайды, денесінде ауырлық сезінеді. Гормондық жүйеде де өзгерістер болады. Баланың ойлау қабілеті, көңіл күйі, эмоционалдық жағдайы ауыспалы болады. Өз денесін өзі түсінбей, қабылдай алмай, өзгерістерден қорқып күйзеліске жиі ұшырайды. 3 пен 13. Жасөспірімдік кезеңдегі баланы 3 жасар баламен жиі салыстырады. Жасөспірім, мен өзім дегенге басады. 10 жаста ол әлі бала болып, ата-анасына көнеді. Олардың толық жауапкершілігінде болады. Ал 16-17 жаста баланы бала деуге келмейді. Ол жеткіншекке айналады. Сепарация, бөліну әрқашан кикілжіңге негізделеді. 3 жасар бала қоршаған ортаны зерттеуге кіріскенде тиме, мінбе деген сияқты шектеуге тап болады. Жасөспірімде солай. Физиологиялық жағынан өссе де, ата-анасынан болмайды, саған әлі ерте дегенді жиі естиді. Бұндай шектеулерге риза болмай, жасөспірім 3 жасар бала сияқты истерика шығаруы, қарсыласуы мүмкін. 3 жастағы баланы қолға алып жұбатуға болса, жасөспіріммен не істеу керектігін білмейміз. Осы кезеңде баланың миы айқындалады. Ол бір жағынан ата-анасының қанатының астынан шығуға қорқса, екінші жағынан табиғи бөліну процесінің жүріп жатқанын сезеді. Ересек өмірге үрей мен үміт араласқан сезіммен қарайды. Ата-анамен қарым-қатынас бала үшін ең маңызды. Сондықтан ересек тұлғаға айналу процесі балаға ауыр болуы мүмкін. Дағдарыстық кезеңнің мақсаты сепарация, дербестік. Жеткіншек өз көзқарасымен өмір сүруге үйренеді. Жасөспірім мен ата-анасы бір-бірін түсінбейді. Жасөспірім өзгеруге талпынса, ата-анасы тұрақтылықты сақтап қалғысы келеді. Осылай қысым өсіп, ара қатынас бұзылады. Бірақ жасөспірім қанша қырсығып қарсыласса да, ата-анасына мұқтаж болады. Арадағы түсініспеушілік балаға ауыр тиіп, ол күйзеліске бейім болады. Тіпті өзіне қол жұмсау туралы ойлар да мазалауы мүмкін. Ата-аналарға да оңай емес. Әсіресе баласын өмірдің мәні деп есептейтін ата-аналарға баланың дербестікке ұмтылуы сатқындықпен тең. Психолог мамандар жасөспірім балалардың ата-аналарына өзінің жеке қызығушылықтарына көңіл бөліп, өз өмірімен айналысуды кеңес береді. Ересек өмірге дейін. Жасөспірім кезеңі бұрынғы заманда болмаған еді. Ата-бабаларымыз 13-те отау иесі деген. Осыған ұқсас мәдениет көптеген халықтарда да болған. Жасөспірімді жеке феномен ретінде Еуропада алғаш рет Руссо зерттеген. Ал Ресейде Достоевский «Подросток» романын жазған. Тіпті жасөспірім сөзі де бұрын қолданылмаған. Байырғы халықтар балиғат жасқа келген баланы қоғам мүшесі ретінде санаған. Жыныстық жетілу кезеңіне келген баланы ата-анасы бөлек шығарып, ендігі өміріне жауапкершілікті өзіне беретін. Бірақ қазіргі жасөспірімдерге ересек деп қарай алмаймыз. Заман өзгерді, мәдениет өзгерді. Бірақ ежелден қалған бөліну инстинкті әр балада қарсыласу ретінде шығады. Жасөспірім, мен бала емеспін деп кеудесін ұрады. Өзімен санасуды, өзін құрметтеуді талап етеді. Ал ата-аналар маңқаңды сүртіп ал деп төмендетіп, жасөспірімнің әлі бала екенін басады. Бұл қақтығыстар екі жақты қысымға келеді. Жасөспірімдермен сөйлескенде сынау мен төмендетуден сақ болу керек. Бала дөрекілік танытқанның өзінде де сіз оны қорламаңыз. Үйдегі атмосфера мен қарым-қатынасты мейірімділік, тыныштық және жеңіл әзіл сақтай алады. Жасөспірім ол сіздің жақсы көретін балаңыз екенін ұмытпаңыз. Оған шешім қабылдау, таңдау жасау, өз-өзіне жауап беру мүмкіндігін беріңіз. Балалардың топталуы. 10-12 жастағы бала үшін топтағы, сыныптағы орны маңызды.
Әлеуметтік қарым-қатынас баланың ересек болып өсуіне қатты әсер етеді. Осы кезеңде балалардың белгілі бір мәдениетке жақындығы байқалады. Эмо, панк, готы топтары жас өспірімдерден құралады. Осындай топтардың мүшесі болып, бала коммуникация құруды, кикілжіңдерді шешуді, келісімге келуді үйренеді. Абырой жинап, адалдық сыналады. Сатқындық бастан кешіріліп, шынайы дос табады. Жас өспірімдік кезеңдегі балалар мектепке де қатарластарымен араласу үшін ғана барады. Бала үшін белгілі бір субмәдениеттің мүшесі болу маңызды. Соған қарамастан, балалар ата-анасының қолдауына өте мұқтаж болады. Балам бақытты тұлға болып қалыптассын деген ата-аналарға балалардың ұжымдастық коллективизм кезеңінен өтуін күтуден басқа амал жоқ. Кейін бұл кезең индивидуалдық кезеңіне ауысып, бала өз ерекшелігін бағалайтын болады. Өзіңді табу. Бала 12 жасқа толғанда мінез қабілеттер қалыптасады. Артта маңызды өмірлік кезең, балалық шақ қалады. Енді бала жинаған білімімен өз тұлғасын, өзінің менін қалыптастыра бастайды. Өз-өзін тану, өзін бағалау баланы өте көңілшек қылады. Бала өзінің түр әлпетіне, физиологиялық өзгерістеріне риза болмай ренжігіш келеді. Барлығын жүрекке тез қабылдайды. Өзін өзі тану процесі оңай емес. Бұрынғы заманда атасы темір ұстасы болса, ұрпағы да осы жолды таңдаған. Ал қазіргі заманда бәрі басқаша. Қазір бір салаға өмірлік жол деп қарамайды. Заманауи адам өзінің ерекше менін қалыптастыру үшін өмір бойы ізденісте болады. Жас өспірімдік дағдарыс болашақ дағдарыстардың басы ғана. Ал осы кезеңнің ауыртпашылығынан қашатын адамға өмір бойы бала болып қалып қою қаупі бар. Балалық шақтан кейін. Балалық шақ артта қалып, ұсқынсыз балапан әдемі аққуға айналады. Бір мезетте жанымыздан өз-өзіне сенімді мықты жігітті немесе сұлу бойжеткенді көреміз. Бір кездері әкесінің алақанына сыйған нәрестенің ересек адамға айналғаны шын ба? Баланың өсуіне байланысты оның ата-анасына деген мұқтаждығы азая бастайды. Бала өз-өзін алып жүретін жеке тұлғаға айналады. Арадағы қарым-қатынасты өзгереді. Енді сіздер қызығушылығы бөлек, бірақ бір-біріне өте қымбат жандар боласыздар. Енді балаға теңіміз ретінде қараймыз. Ал жылдар өткеннен кейін біз қартайып, өз балаларымыздың қамқорлығына мұқтаж боламыз. Бала өскен сайын бауыр басу жібі қалыңдап, көрінбейтін психоэмоционалды байланысқа айналады. Осы рухани байланыс балаға өмір бойы күш беретін болады. Шамамен осы жаста ата-ана баланың жүрегінде орын алады. Ішкі ата-ана күйі қалыптасады. Внутренний родитель. Ішкі ата-ананың күйі қандай болса, адамның өмірге бейімделуі де сондай болады. Яғни ішкі ата-ана бейнесі қатал, әрі сыншыл болса, адам өз-өзін бағалай алмай, мін іздей беретін болады. Ал керісінше бейнесі қолдаушы, позитивті болса, адам энергиясы мықты тұлғаға айналады. Баланы құшақтап, жұбатқан сәтте айтылған жылы сөзбен көрсетілген мейірімділіктің болашақта оны күйзелістерден сақтап қалатынын есте сақтауымыз керек. Ата-ананың жылу, махаббаты баланы әртүрлі қиындықтан қорғай алады. Балалық біткенімен арадағы бауыр басу байланысы өмір бойы жалғасады.